Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымымыз тәуелсіздік. Азаттықтың тамыры тым тереңде. Талай ғасырлар қойнауына көз жіберіп қарасаңыз, осынау тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен, қандай азаппен келгенін түсінесіз. Ата менің аштық болған деуші еді, шүкір Алла, көргенім жоқ мен соны, түйір нанға зәру болған кезектің мен туғанда біткен екен ден соны. Атам менің соғысталып есіне, сөйлеуші еді қас дұшпанға өшіге, соғыс қиын екен ғой деп отырам, ұзақ қарап орден толы төсіне. Астан атқан қазақтың ер ұлдарын, сынады атам жаттың белеу жылдарын. Нағыз байлық деп санады ол жерінде, әр қазақтың аман есен тұрған. Атам маған мұңын айтты бұрын, соның бірін көрмей өскен буынмын. Назарбаев Нұрсұлтанның тұсында тәуелсіздік алғаннан соң туылдым. Нұр атамыз шекарамды бүтін қып, бодандықтың бодауынан құтылдық. Естелігін естіген мен атамның ешқайсысын көрген жоқпын шүкірлік. Өтерде атам ертең есеніп деп, өстемеді елбасына еліктеп, өйткені біз қазақ тізгін ұстаған дәл осындай күнді аңсаған едік деп. Байлықта да шек жоқ сірә мендегі, ту елтаңба мемлекеттің кең жері, елбасының елге арналған сыйлығы, ең әдемі елордам бар жердегі. Соның бәрі ел басқарған елменен, соған еркін елдің еңбегі. Шетел асып түрін көрдім сан елдің, азат елдің айбынында дәлелмін. Назарбаев басқарған елден деп, бізге қазір назар алған әлемнің. Ынтымақтың ырысына бөленген, мемлекетім көш сүргелі көбелден. Үрейленбей жүрген елде арман не, бомба құлап кетпей ме деп төбемнен. Тарихтағы ең бақытты ұрпақпын, көк байрақтың саясында көгерген. Менің елім, әлемнің ақпарасы, елбасы бар еркін елдің намысы, тарихтағы ең бақытты ұрпақпын, дүниені дүр сілкінген дауысы. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Біз, самұрық жастары, баршаңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз.